Саламатсыздар ма, бітірушілер? Сендер енді бұйырса шамалы уақыттардан кейін колледжді бітіріп кетесіңдер. Бүгінгі сабағымыз педагогика сабағына, мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу жұмыстарына заманауи білім беру бағдарламасы мен технологияларын енгізу жолдарын мен сендерге түсіндіріп беремін. Бұл жерде енді түсіндірейін деп отқан мақсатым, яғни айтқанда мектепке дейінгі мекемелердегі оқыту мен тәрбиелеуге инновацияларды енгізу. Яғни жаңа технологиялар, инновация деген жаңарту деген сөз ғой. Жаңа технологиялар деген сөз оқытуды қалай ары қарата жаңашаландыруға болатынын сендерге түсіндіріп айтып көрейін. Жақсылап тұрып тыңдап отырыңыздар. Заманауи талабына сай балаларды жан-жақты даму қазір ұлттық мәселе болып отыр. Себебі балалар өз бетінше жаңа шығармашылық жұмыстарды жүргізу басты міндетке айналып отыр. Білім беру бағдарламасы мен технологияларын ендіру үшін мектепке дейінгі ұйымдарда ең бірінші педагогикалық ұжым оған дайын болу керек. Ол педагогикалық ұжымның дайын болуы және балаларға не оқытатынын, қалай мақсатқа жетуге болатынын әуелі зерттеп біліп алады. Педагог пен баланың өзара әрекеттесуін жүзеге асырады. Сол сияқты әлемдік білім беру кеңістігінде интеграциялауға байланысты білім берудің барлық жүйесін жаңарту үрдісі мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруға жоғары талаптар қойып отыр. Осы үрдісте жаңа барынша тиімді педагогикалық психологиялық тәсілдерді іздестіруге қарастырылған. Білім беру бағдарламасы мен технологияларды ендіру кезеңдері негізінде үшке бөлінеді. Бірінші, дайындық, мотивациялық ұйымдастырушылық. Екінші, негізгі ендірушілік. Соңғысы, яғни қорытындылау. Дайындық кезеңі мотивация. Ол мектепке дейінгі ұйымдарда инновациялық технологияларды қолдану барысында педагогикалық ұжымның қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін зерттеу. Міндеті мектепке дейінгі ұйымдардың инновациялық педагогикалық технологияларды диагностикасын жүргізу, мектепке дейінгі ұйымдарға инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану ерекшеліктерін талдау қажет. Инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану бойынша жетекші педагогикалық тәжірибелер менен ғылыми әдістемелік әдебиеттерді, мәселелердің жағдайын зерттеу алу. Ал жұмыстың мақсаты мектепке дейінгі ұйымдарда диагностикалар жүргізу мен материалдарды талдау, қолданылған технологияларды жұмыстарда енгізу және ол үлкен жетістіктердің мәселелерін қарастырып өту. Негізгі кезең манағы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытушыларға ең бірінші осы балалардың шығармашылығын, интеллектуалдық қабілетінің дамуын бірінші мақсатқа қоя білу. Екінші міндеті мектепке дейінгі ұйымдарда материал-техникалық базасын нығайту, жетілдіру. Мектепке дейінгі ұйымдардың әртүрлі әдістемелік шығармаларын қолдану арқылы педагогикалық кәсіби құзыреттілікті арттыру. Педагогикалық мониторинг нәтижелерін педагогикалық қызметті қолдану қабілеттерін дамыту. Енді жұмыстың мақсаты инновациялық педагогикалық технологияларды зерттеу және жүйелендіру. Оларды мектепке дейінгі ұйымдарда мүмкіндіктерін мен келімшіліктерін шынайы бағалау. Педагогтардың түрлілігіне, қызметіне, қалыптасуына және мектепке дейінгі ұйымдар тәжірибесін енгізуге бағытталып қарастырылу және әртүрлі инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану менен интеграциялау. Педагогикалық кәсіби дамуын жетілдіру. Ал соңғы кезеңде қорытындылау, педагогтар мен балалардың бірлескен іс-әрекетте инновациялық педагогикалық технологияларды қолданудың тиімділігін қарастыру. Технологиялардың осының 8 түрін енгізу болады мектепке дейінгі мекемеге. Бірінші, дамыта оқыту технологиясы. Бұл Элколин, Давидов жасаған технологияларды қарай отырып, оның тиімді жүйелерін балалардың жас ерекшеліктеріне ыңғайлап қолдана білу.
Екінші ойын технологиясы. Енді ойын технологиясы біздің мектепке дейінгі мекемеде ол бұрыннан пайдаланып келе жатқан ойындар, бірақ осыны енді әдістемелікке айналдырып, дидактикалық ойындарға айналдырып, және сол сияқты сенсорлық ойындарға айналдырып, жақсы нәтиже алатындай ойындар пайдаланылды. Үшінші ынтымақтық педагогикасы, яғни Ушельский педагогтың талқылауы. Ол не ынтымақтық деген? Балалар менен тәрбиешінің арасындағы келісу бір-біріменен, яғни көзқарастары ыңғайласу, бірін-бірін тыңдау. Төртінші трис технологиясы. Бұл трис технологиясы балалардың шығармашылық дамуына үлкен септігін тигізетін қазіргі таңдағы негізгі мәселелердің бірі. Бесінші ақпараттық коммуникативтік технологиялар, яғни балаларға берейіне қатқан сабағына жаңа ақпараттық көздерді тауып, балалардың жас ерекшеліктеріне қарай ыңғайлап қолдану. Алтыншы, балалардың денсаулығын нығайту мақсатындағы денсаулық сақтау технологиясы. Бұл енді барлық көзделген тәрбие мен оқыту мақсаттарында бірінші балалардың денсаулығына көңіл бөле отырып мөлшерлеп алу. Жетінші, проблемалық оқыту технологиясы Дьюидің қарастыруы бойынша. Сегізінші, жобалау технологиясы. Бұл да алдын ала балаларға не үйрету керектігін жобалайды. Енді осының ішінде қазіргі таңда біздің Қазақстанда осы шығармашылық қабілеттердің дамыту мәселесінде біз осы ең керекті трис технологиясын месіндерді сіздерге келіп тұр. Енді қазіргі таңда мен сіздерге мына шығармашылық қабілеттің даму технологиясын сіздерге түсіндіргім келіп тұр. Себебі барлық манағы өткен технологиялардың бәрі қазіргі таңда балабақшаларда енгізіліп отыр. Бірақ мына шығармашылық технология бүгінгі таңда Қазақстандағы ең негізгі мәселелердің бірі. Себебі бұл әр адамның өзінің жүрегінен, өзінің ойынан бір нәрсені шығару керек, дамыту керек. Сол мәселесінде мен мына трис технологиясын алғым келіп тұр. Бұл негізін салушы Генрих Альтшулер. Ол осы технология арқылы балаларға жаңа бір затты туындату, бір заттан келесі бір затты шығаруға үлкен мүмкіндіктер туғызатын керемет жаңағы технологияны енгізген. Мектепке дейінгі балалардың жұмыс жасауда трис элементтерін қолдана отырып, келесідегідей дидактикалық қағидаларды ескеру қажет. Біріншіден, таңдау еркіндігінің қағидасы. Екінші, ашықтық қағидасы. Яғни балаларға ашық шешудің бірнеше жолы бар екенін көрсету. Үшінші, іс-әрекет қағидасы. Кез келген шығармашылық тапсырмаларды практикалық іс жүзінде қосу қажет. Кері байланыс қағидасы. Тәрбиеші балалардың ойлау операцияларын меңгеру үлесін бақылай алады. Өйткені жаңа шығармашылық тапсырмалардың алдында шығармашылық тапсырмалардың элементтері болады. Келесі, мінсіздік қағидасы. Яғни жасалған жұмыстарының барлығы балалардың өзінің ойы үшін мінсіз керемет екенін дәлелдеу. Енді бұл жерде суреттері қарап отырмын, мынандай жаңағы балалармен бұл көңіл көп трис технологиясы, яғни балалардың сенсорлық дамуына үлкен үлесін тигізеді. Себебі қараңдар, балалар өздері қолдары арқылы, қолдарына жазу арқылы әртүрлі суреттер салады. Бояуларға көңіл бөледі. Бір бояумен екінші бояудың араласуынан шығатын жаңа бояуларды шығарып алуды өз қолдарымен жасайды. Енді бұл жерде манағы технологияларды пайдалану барысында мүмкін әртүрлі психологиялық кедергілер болуы мүмкін. Оның бәрі жұмыс барысында әрбір маман өзі шешіп отырады. Мысалға, мамандандыру туындаған бөтен аймақтарда ену қорқынышы болуы мүмкін. Ақымақ болып көріну қорқынышы, осы жерде сын қорқынышы, бедел алдында қорқыныш болуы мүмкін. Бір нәрсені мүмкін емес қол жеткізісі ретінде мінсіз қорқыныш болуы мүмкін. Объективті әдеттен тыс функцияларды қабылдай алмау қабілеті, әйтпесе шығармашылық соқырлық формалары, логикалық, догмалық
оның алдын алу, осы кезеңдерді енгізу үшін келесі элементтер тұратын шығармашылық белсенділіктер ынтымақтастығын ынталандыру негізінде қағидаларын сүйсіну қажет. Балалардың шығармашылық деген қабілетін қолдау көрсету, оның сәтсіздіктеріне көмек беру, шығармашылық талаптарын теріс баға беру, жол бермеуін қарастыру керек. Қисыз идеялар мен сұрақтарын шыдамшылық, балалардың барлық сұрақтарына тіпті егер де шектен шыққан болса да жауап беру қажеттілігі туындап отырады. Егер қарап отырсаңдар, TRIZ технологиясының қандай балаларға үйрету барысында қаншама әдістемеліктер тұратынын көріп отырсыңдар. Міне TRIZ-де жүйелеу, жақындау әдісі бар, миға шабу, топтастыру әдісі. Жүйелеу әдісі бір-бірімен тығыз болатын, бөлімдерден құралатын жүйелі бір тұтас ретінде. Миға шабу шығармашылық белсенділік тудырады, өздерінің мүмкіндіктеріне сенімділікті арттырады. Ал топтастыруда алынған тақырыптық ұқсастық ерекшеліктерді анықталынып, сөздік қорлары молаяды екен. Демек, TRIZ технологиясының балалар мектепке дейінгі балаларға енгізу барысында үлкен мәселелерді шешуге болады екен. Міне енді қарап отырсаңдар, жүйелік жақындау әдісінің құндылығын қарайсыздар осы жерде. Яғни балаларға қалай түсіндіруге болады, қалай жақындауға болады, осыны мына жерден қарап өтсеңіз болады. Мысалға мына жерде қараңдар, бір заттың құндылығын тексеру барысында, мысалы алманы алатын болсақ, арманы бірінші сипаттау, тақпақ жұмбақ айту алма туралы, қайда өсетіндігін, оның әртүрлі болатындығын, яғни сорттарын, шығу тарихын, және ең соңында күтуі, яғни алма мәселесінде оның суретін салу, немесе ол туралы әңгіме, өзі жұмбақ, немесе тағы да басқа бөлек жұмбақтар жазуға болатын дәлелдеуге болады. Енді қорыта келе, біздер осы технологияларды жаңашалындыру енгізу барысында балалардың мынандай жаңа тәрбиеге қол жеткізуімізге болады екен. Бірінші адамгершілік, екінші қайырымдылық, әділдік, ұйымшылдық, мәдениеттілік, түсінушілік, сүйіспеншілік және шығармашылық. Міне осындай керемет қасиеттермен білімді балаларға осы жаңа инновацияларды меңгеру барысында меңгерте аламыз екен. Сонымен құрметті студенттер, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Ары қарата өздеріңіз тағы да қандай технологиялар енгізуге болады. Мектепте технология деген өте көп. Соның ішінде тағы да мектепке дейінгі мектебеде қандай технология енгізуге болады зерттеп келесі сағатта айтып келіңіздер.